Әке ұрмашы. 2 бөлім. Өлсең құтыламыз ба сенен? Деп жылап жүріп қызын төсегіне жатқызды. Бет-аузын жылы суға малынған шүберекпен сүртіп тазалады. Баласын көрші үйде болар деп ойлады. Себебі сәл ұрыстың шеті шыға бастағаннан көрші үйге тығылатыны бар еді. Барып алып келейін десе, қызын жалғыз қалдырғысы келмеді. Не істерін білмей біраз тұрды. Мөлдірдің жағдайын жасап жүргенде түс ауып кетті. Айдын әлі жоқ. Мөлдірді ақырын оятқан анасы есікті іліп ал, ешкімге ашпа деп дайындады да өзі көрші үйге кетті. Бірақ онда Айдын жоқ болып шықты. Бүгіндікке бармапты. Жан ұшыра жүгіріп келген ол есікті ұрғылап жатыр. Мөлдір, Мөлдір, мен ғой, есікті аш, дейді анасы. Тәлтіректеп барған Мөлдір есікті ашты. Қызым, Айдын қайда? Қашан шығып кетті? Қайда жібердің? Деп сұрақтар қоя бастады. Білмеймін апа, мені ұрып жатқанда итеріп жіберіп еді, содан сыртқа шығып кеткен. Қорқып көрші үйге барған шығар. Содан есімді жаңа сіз оятқанда жидым ғой, дейді Мөлдір. Барлық үйден сұрап шықтым, еш жерде жоқ. Балам-ай, қайда кеттің? Деп қайта сыртқа шықты. Іздемеген жері қалмады. Кеш батып барады. Енді не істейміз деп екеуі есік алдында тұрғанда көшеден Айдынның даусы естіледі. Күнде ауылдың түгел малын айдап келетін өгей баланың жанында атқа мінгесіп алыпты. Аттың басын олар осы үйге бұрып тоқтады. Айдынды көтеріп түсірген бала: апа, балаңыз тоғай жақта жүр ғой, бағана қайтып жатып көріп қалдым. Кеш батып бара жатқан соң мінгестіріп алып қайттым, дейді. Рахмет айналайын, өркенің өссін, рахмет, деп Қалима қуанғанынан жылап жібереді. Айдынды көтеріп Қалима үйге кірді. Мөлдір де бетінен сүйіп қайта-қайта құшақтап жатыр. Неге тоғай жаққа кетіп қалғансың балам? Түнде жалғыз қалып кетсең не етер едің? Деп сұрады анасы. Апа, ол мені ұрды, деп жылады Айдын. Жарайды балам, байқамай қалған ғой әкең, деп алдайды. Жоқ, әпкемді ұрды, кейін мені итерді, деп кішкентай Айдын қорқақтап жылап отырды. Мөлдір де жылап жіберді. Апа, кетейікші бұл үйден, қалаға кетейікші. Ол жақта да жұмыс көп қой. Мен сабақтан шыққан соң жұмыс жасаймын. Нағашы әпкемнен ақылы пәтер сұрап көреміз. Мұнда бәрібір жақсы өмір сүрмейміз ғой апа, деді Мөлдір. Қалаға барып қалай күн көреміз қызым-ау? Пәтер мен азық-түлікке менің ақшам жетпейді ғой, деп анасы түсіндірді. Апа, мейлі, жақсы пәтер болмаса да тұра берейікші. Мен анау-мынау әпер деп те айтпаймын. Тек кетейікші бұл үйден, апа, кетейікші, деп жатқанда сырттан тәлтіректеп үйге келген Досан бәрін естіп үлгерген еді. Ой әкеңнің, қалада біреу сені күтіп отыр ма? Ойнасың ба? Қазір мен саған көрсетейін, қалаға кетем дейді ғой, деп Қалиманың шашына жабысты. Ешқайда кетейін деп жатқан жоқпыз, Досан, жіберші, Айдын қорқып қалады. Ұрыс шығармашы, Досан, деп жалынады. Айдыным менің, деген әкесі Қалиманы жайына жіберді де баласын іздей бастады. Айдын үйдің бұрышына тығылып қарап тұр. Әкесіне баруға қорқып тұр. Қанша шақырса да басын шайқап бармады. Міне, сен үйреткенсің, әкең жаман деп үйретіп қойдың ба? Сосын келмей тұр да бұл. Иә, әлде менің балам емес пе? Тоқта деймін. Қазір мен өзіңнен сұрайын. Кімнің баласысың сен, шешеңнің, деп боқтап салады. Айдын қорққанынан анасының етегіне тығылды. Қалима Досанға енді бетін бұрып сөйлейін деп жатыр еді. Дәу жұдырық құлақ шекесінен тарс ете қалды. Менің балам емес мынау, салдақы. Ана қаншығың да менің қызым емес. Кімнен тудың, а? Айт тез, деген Досан Қалиманың шашынан ұстап жерге сүйреп құлатты. Тағы да күнделікті айқай-шу, ұру, соғу. Анасына болсам деген Мөлдірді бір теуіп құлатты. Айдын тағы да сыртқа қашып кетті. Мөлдір орнынан ұшып тұрды да тағы да әкесінің қолына жармасты. Досан Қалиманы жіберді де Мөлдірге қарап жұдырығын ала жүгірді. Досан, қойсаңшы, өз қызыңды өлтіретін болдың ғой, деп Қалима күйеуіне жармасты. Қызын әрең босатып алды да есіктен шығып екеуі қаша жөнелді. Көшеге қашайын десе жұрттан ұят. Огород жаққа қашты.
Бірақ Досан арттарынан қумады. Талға сүйеніп, тығылып біршама уақыт отырған аналы қыз енді ғана естерін жинап Айдынды іздей бастады. Көршінің үйінде болар, кешегідей Тоғай жаққа кетсеше, қазір мен көрші үйді көріп келейін деді Мөлдір. Көрші үйлердің бәрін көріп шықты. Мөлдір інісін көрдім білдім деген адамды жолықтырмады. Апа, ешкімнің үйінде жоқ, деді даусы дірілдеп. Орнынан тұрған Қалима қызын ертіп Тоғай жаққа бет алды. Арық жағалап келеді. Күн ала кеуің болып, таяқ тастам көрінер көрінбес болып барады. Кенет Мөлдірдің көзі арыққа түсіп кетті. Ағараңдаған бірдеңе қалқып жатыр. Адамның киіміне ұқсайды. Апа, мынау Айдынның футболкасы емес пе? Не дейді Құдай-ау, қайда? Деп анасы сұрайды. Әне қараңызшы. Қалима сілейіп тұрып қалды. Қолындағы иттерген қорғанам деп ұстап алған таяғынан әлгі ағарған нәрсені түртіп көрді. Ауыр сияқты. Апа, мынау Айдын ғой, деп айқайлап жібереді Мөлдір. Не дейді? Қу Құдай, енді осы да бар ма еді басымда? Баламның басын жалмаған сұм неме? Неге өзің өле қалмадың, Неге өлмедің? Деп зар илеп Қалима арыққа өзі түсті. Сүйретіп жағаға алып шықты. Өлді деп ойлаған баласы шашала бастады. Қолдары дірілдеп, Қалима түкке түсінбей тұр. Мөлдір, тіріме, қарашы, даусы шығады шашалып, дейді. Мөлдір өкпесінен басып көріп еді, аузынан атқылап су шықты. Қатты тұншыққаны болмаса, Құдайдың құдіретімен Айдын тірі екен. Есін жиғанша біраз құшақтап отырды. Көзін ашқан соң барып, аймалап бетінен сүйіп, құшақтап Қалима еңіреп жылады. Осы айлығымды алсам, сиырды сатамыз да кетеміз бұл үйден. Болмаса бәрімізді жалмап тынады мына хайуан. Тұрыңдар, үйге барайық, дейді анасы. Апа, бармай қояйықшы, дала жылы ғой, сыртта ұйықтай береміз, деді Мөлдір жыламсырап. Уайымдама қызым, ол ұйықтап та қалған болар. Қарындарыңды ашты ғой, үйге барып бірдеңе жейік, дейді. Айдынды көтерген анасының соңынан еріп үйге қайтты. Үйге келген бойда жуынып дастарханға жайғасты. Қалима балаларына пияз қуырып берді де өзі сүйсіне қарап отырды. Анадай жерде кереуеттің аяқ жағында Досан аунап ұйықтап жатыр. Қалима бір қарады да, мынадай жеркенішті мақұлықпен қалай бірге тұрып келгенімді деп ойланды. Өткенде есіне алды. Тіпті танымаса да осы үйдің табалдырығын аттап еді. Үйде 2 қыз ғана болатын. Еркек кіндік жоқ еді үйінде. Әкелері ертеректе қайтқан. Қарт анасы мен сіңілісі үшеуі тұратын. Зорлап алып қашып әкеліп еді осы үйге. Ата-енесі момын жандар болатын. Мөлдір туылған соң екеуі де жылма-жыл қайтыс болды. Содан бері көліп келе жатқан қорлығы осы. Тіпті қызының да соққыға еті өліп кеткен. Кішкентайынан әкесінен таяқ жеп келеді. Не үшін ұрады? Неге? Ешкім түсіндіріп бере алмайды. Үшеуі сәкіге барып жайғасты. Төсектерін салды да жатып қалды. Таңертең ерте тұрған олар бірі сиыр сауып, бірі шай дайындап, өз тірліктеріне кірісті. Осылай күндер өте берді. Әне кетеміз, міне кетеміз деп жүріп, оқу жылы да басталып қалды. Оқуды аяқтап жаз шыққанда кетейік деп тағы қалды. Уақыт шіркін зымырап, бір күн ұрыс болса, бір күн қашып тығылып жүріп, Мөлдірдің мектеп аяқтайтын уақыты келіпті. Биыл мектепті бітіреді. Осы жылы қалайда анасы мен інісін алып кетпекші. Баяғыда емес, анасының да денсаулығы сыр беріп жүр. Жұмысқа әрең барып келеді. Досанның күйі сол баяғы өзгеріссіз. Қазір тіпті көшеде жатып ішетін болған. Ешкім оны адам демейді. Кішкентай балалардың өзі аттап өтіп кете береді. Алғашында намыстанатын Мөлдір, көшеде алдап сүйреп келетін. Қаршадай қыз қашанғы сүйресін, қазір тіпті мәнде бермейді. Бетінің сол жағында көзден төмен үлкен шырам түскен. Ол да әкесінің кесірі. Анасының мойнына пышақ кезегенде ажыратып қаламын деп Мөлдірдің бетін осып кеткен. Мүмкін дереу ауруханаға барғанда тігіп беріп із қалмайтын беді, кім білсін. Бірақ Мөлдір ешқайда бармады. Содан кейін Мөлдір
әкесін адам екен демейді. Тіпті өлсе де жыламайтын шығармын деп ойлаушы еді ішінен. Тек анасы оны тоқтатып отырады. Қой қызым, күнәсін өзі арқалайды. Не де болса әкең, қорғама, өлім тілеме. Құдай өзі бір жағына шығарады, дейді үнемі.